Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті қарапайым видеомызды жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен понижающий преобразовательмен танысатын боламыз. Яғни XL 4015 деп аталынады. Бұның негізгі қызметі сырттан келетін кернеуді, үлкен кернеуді кіші кернеуге ауыстырады. Яғни кернеу деген біздің жағдайда вольт. Сырттан келетін кернеу 8 бен 36 вольтқа дейін болуы мүмкін. Одан шығатын кернеу бізде 1,5 вольттан 32 вольтқа дейін болуы мүмкін. Яғни біз сырттан келетін кернеулерді белгілі бір потенциометрдің бұрау арқылы кернеуін және де тоқ күшін азайта алады екенбіз. Біздің қолымызда тұрған понижающий преобразователь бұл жайында обзорлар өте көп, және біз қазақша белгілі бір эксперимент жасау арқылы өзіміздің ойымызды қортатын боламыз. Преобразовательдің артын айналдырып қарайтын болсақ, бізде ин плюс және ин минус деген бар. Біз оған дайын штекер дайындап қойдық. Қазір 12 вольтты қолданамыз, және де аут плюс, аут минус деген бар. Оған біз крокодил жалғап қойдық. Мультиметрге жалғау арқылы қазір қанша шығып жатқанын анықтайтын боламыз. Және осы жерден білу керек болған, бізде сырттан келген жағында бірінші потенциометр бұл кернеуді басқарады. Сағат тіліне қарама-қарсы болса азаяды, сағат тілмен бағыттас болса көбейеді. Қазір оны практика жүзінде тексереміз. Келесі бізде тоқ күші. Кратковременно 5 амперге дейін көтереді деп айтады, бірақ негізінде стабильны қызбайтын жағдай ол 2 амперден асып кетпейтін болса, онда дұрыс жұмыс жасайды. Көп жағдайда бұл арқылы біз понижающий арқылы ЛБП немесе лабораторный блок питания жасау туралы видеоларда бар, бірақ біз лабораторный блок питания жасауға рекомендация бермейміз. Себебі 2 амперден асып кететін болса, 3 ампер, 4 ампер, 5 амперге тоқ баратын болса, біздің негізгі понижающийіміз қатты қызып кетеді. Понижающийдің көмегі электронщиктерге немесе біз сияқты қарапайым электроникамен айналысатын адамдарға қандай пайдасын беруі мүмкін. Ең қарапайым ол Arduino'ға питания беріп тексеріп көреміз. Яғни Arduino'ның 5 вольтына қызылды, GND-сына минусы тегізі, понижающийді біз 5 вольтқа қоятын болсақ, қарапайым Arduino'ға питания беріп тексеріп көре алады екенбіз. Қарапайым жарық диодына 3 вольтты плюсіне қызылды, минусына қараны тегізу арқылы біз понижающийді 3 вольтқа түсіретін болсақ, қарапайым жарық диодында жұмыс істеп тұрғанын тексере алады екенбіз. Понижающийдің тағы бір пайдасы 12 вольттық ленталарды да пайдалану арқылы тексеріп көре алады екенбіз. Және де кулерлерді қосып көреміз. Қызылына плюсті, қарасына минусты тегізу арқылы қарапайым кулерді де қосып көре аламыз. Толығымен өліп қалған литионный батарейка егер ішінде 1 вольт болатын болса, біз оны 2-3 вольтқа дейін көтеріп боятып алып, ары қарап защитаға сала алады екенбіз. Және кеңінен пайдаланатын бір жолы, естеріңізде болса, біз сіздермен защищенный 7,4 вольттық литионный батарейка қолдан құраған болатынбыз. Егер осының заряды өліп қалатын болса, біз понижающийді 8,4 вольтқа қою арқылы, плюсын плюске, минусын минусқа тегізу арқылы зарядчигін жасауға болады екен. Дәл осындайдың алдағы уақытта біз 12 вольттық защищенный плата жасаймыз, және оны да біз осы понижающий преобразователь арқылы сырттан келген 24 вольтты 12 вольтқа реттеп зарядчик жасай беруімізге болады. Егер сіздерде бұдан да басқа идеялар болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Ал біз осы видеоның соңында барлығын керекті кернеуінен қою арқылы тексеріп көретін боламыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен 12 вольт 4 амперлік постоянный тоқты қолданамыз. Біз айтқан болатымыз 36 вольтқа дейінгі тоқты пайдалануға болады. Бірақ қазір біздің қолымызда бар 12 вольт 4 амперлік блок питания бар. Осыдан жалпы понижающийға тоқ береміз. Одан шыққан тоқты тексеру үшін мультиметр арқылы білетін боламыз. Қазір бізге 12 вольт келді. Плюсын біз мультиметрдің плюсіне, қараға жалпы бізден шыққан минусы жалғадық. Қазір 20-ға қоямыз мультиметрді. Бізде қазір 9 вольт па, сырттан келген 12 вольт 9 вольтқа түсті. Бірінші потенциометрдің бұрау арқылы біз минимум қаншаға барады, максимум қаншаға баратынын білеміз. Бірінші сағат тіліне қарама-қарсы бұрап көреміз. Ол айтқан болатынымыз бізде кернеу азаяды деп. Сағат тіліне қарама-қарсы бұраймыз. Минимум қанша вольтқа дейін түсетін. Біздің жағдайда
1,25 вольтқа түсуі керек. Мінекей қазір 1,26, 1,25, максимум 1,24-ке түсті. Яғни сырттан келген 12 вольт, 36 вольтқа дейін кез келген кернеуді әкелсеңіз, сізге 1,2 вольтты береді екен. Қазір біз 3 вольтқа көтереміз. Вольтқа көтеріп, жарық диодын жағып көреміз. Мінекей 2,99. Жарық диодының плюсын плюске, минусын минусқа тегізіп көреміз. Мінекей байқайтын болсақ, бізде жарық диоды жанды. Дәл осылай жарық диодтардың істейтін істемейтін де білуге болады. Келесі 5 вольтқа көтереміз, сағат тілімен бағыттас. Мінекей 5 вольт. Осы 5 вольтты пайдалану арқылы біз плюсын плюске, минусын минусқа тегізу арқылы Arduino оята аламыз. Дәл қазір бізде ондай көлемде біз 5 вольтқа тегізе алмаймыз. Негізінде 5 вольтқа қою арқылы Arduino'ның 5 вольтына GND-сына тоқ беріп, Arduino'ны оятуға болады. Келесі 9 вольтқа көтереміз, сағат тілімен бағыттас. Вольтты беру арқылы біз редукторлы моторды да қосып көре аламыз. Плюсіне плюсті, минусына минус, яғни бұның екі түрлі бағыты бар. Тегізіп көреміз. Келесі 12 вольтқа көтереміз. 12 вольтқа көтеру арқылы біз кулерді айналдыра аламыз, және де лентаны да жағып көре аламыз. Ол үшін плюсын плюске, минусын минусқа тегізіп көреміз. Дәл осы әрекетті пайдалану арқылы біз жарық диодының 12 дейтін бөліміне плюсті green, red, blueға минусты тегізу арқылы жағып көре аламыз. Тексеріп көрейік. Неге blue, red, green. Green, green, red, blue. Қазір бізде бұлар 12 вольтта тұр. Дәл осылай 8-де 4-ке айналдыру арқылы біз 18650 литионный батарейкаға зарядчик жасай аламыз. Неге қазір 8-де 4. Осының плюсын плюске, минусын минусқа тегізетін болсақ, біздің литионныйдың зарядчигі болады. Және де бұның өзінің индикаторы бар. Толық заряд толған кезде өздерінің түстері жанады. Қазір бір-біріне тегізіп көреміз. Мінекей қазір бізде қызыл түс жанды және де көк түс жанды, ол заряд толды дегенді білдіреді. Осымен понижающийға арналған қысқаша сабағымыз аяқталды. Егер де біз кейбір мәліметтерді айтпай кеткен болса, комментарийге қалдырыңыздар. Біліп жатсақ, оны жауап ретінде беретін боламыз. Біз бұл жерде ампер жайында көп сөз қозғаған жоқпыз. Негізінде күш беру арқылы мультиметрдің қызыл бөлігін ампер бөліміне қою арқылы қанша күшті талап етіп жатқанын біліп, қажет болса амперді көбейтіп, қажет емес болса амперді азайтуға болады. Осымен қарапайым видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар. Біліп жатсақ жауап береміз. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.